бір жігіттің айтқаннан кейін есіме әлі күнге есіме түседі. Сен дипломың бар ма сенде дейді. Я бар ғой десем, қандай дейді, медикпін ғой десем. Не істеп жүрсің бұл жерде дейді да. Үйіне барам, былай бетімен жатып алған ғой диванға бүйтіп ше. Мен тексеруім керек, бала жылап шықты, кіндігінің тиесі, алгоритм бойынша. Балаға берсем, керек емес маған бала дейді. Тамақ ішіп отырып, мен гречкаға қалқалдым деп шақыратын ба. Болмаса үйіне шақырады, соны батарейка, пульттің батарейкасын ауыстырып берші деп. Ондайлар да бар ма? Ондайлар да болады енді. Не дейсіз? Сондайларға қарап таң қаламыз енді. Мен келгенше уже 101 өрт сөндірушілер келіп өшірген, бірақ ешнәрсе қалмады ішінде. Отандық медицинаға қаншалықты көңіліңіз толады? Оқиды, жан-жаққа кетеді ғой бәрі. Аз ғой бізде шынында. Дәрігерлерді көп бағаламайды. Анам 7-8 жыл ракпен ауырды, онкологиямен. Бауырдан басталды, метастаз беріп өкпеге кетті, сүйекке кетті. Ай сайын химия алады, уже көрдім да мен бәрін. Армысыз көрермен, бүгін біздің Халық үні YouTube арнасының студиясында 7 ананы босандырып алған фельдшер дәрігер Дархан мырза. Өкінішке қарай Дархан мырзаның бір апта бұрын үйі өртеніп кеткен екен. Енді тиісті мекемелерге көмек бойынша өтініш жазған, алайда одан нәтиже болмағандықтан осылайша біздің экран арқылы қалың қазақ елінен көмек сұрап келіп отыр. Саламатсыз ба? Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Мен Бақыткелді Дархан, Алматы қаласының тұрғыны, Алматы облыстық жедел жәрдем станциясының фельдшері болып жұмыс істеймін. 2019 жылдан бері. Енді 2019 жылдан бері сол халыққа қызмет, ауыр науқастар, жағдай ауыр, жүкті әйелдер, осы уақытқа дейін өзім 7 әйелді босандырғам 2019 жылдан бері. Аллаға шүкір, бәрі аман-есен босанды. Ең біріншісі қазір 4 жаста, аман-есен өсіп жатыр. Ол таңғалатын жағдай ма? Мысалы, фельдшер негізі шынымен босандырып алуы ол қалыпты жағдай ма, әлде сіздің құзыретіңізге кірмей ме? Қалыпты жағдай. Ол біздің міндетіміз, біздің жұмысымыз, ол бірандай бір мақтанып айтатын нәрсе емес негізі. Біздің соны оқыдық, акушерлік шұғыл көмекті. Бірақ енді көп жағдайда бола бермейді. Көп сасып қалады, әртүрлі болады. Бірақ енді мен өзім практикамда көп сол 7 күн босандырдым. Сол өсіп отыр қазір бәрі. Аллаға шүкір. Соңғысы осы 22 сәуір күні болды. Ең қиыны сол болды деп айтамын. Сол айтып беріңізші сол жайлы. Біз Комсомол ауылынан түсті. Өзім Іле аудандық Бұрындай ауылында 21-ші подстанция, қосалқы станцияда жұмыс істеймін 2019 жылдан бері. Шақырту түсті сағат 13:30-да түскі обед кезінде. 4-ші жүктілік бойынша. Толғақ қалай келді, солай шақырған. Бізде жаңағы перзентханаға дейін ара қашықтық. Енді сиренамен, езгумен, пробкамен баратын болса 20-30 минут аралықта болады. Біз үйінен алып шыққан кезде су кете бастады, жүкті әйелде. Толғағы уже 2-3 минуттан басталды. Сонымен жете алмадық, жолда шыдай алмады, қатты толғақ қысты. Сонымен босандырып алуға тура келді. Бала босанды, кіндікке ұрап шықты да, бала кішкене гипоксия болып, көгеріп, дер кезінде қайта босандырып алдық. Салмағы 3,600, бойы 54 сантиметр. Бұл бала дүниеге келді. Бәрін алгоритм бойынша істедік. Ауруханаға жеткізіп, сонымен сол кісі артынша маған не жазып жібереді. Алғыс хат жолдады, біздің облыстық жедел жәрдемге. Содан Инстаграмға шығып кеттік. Содан сол бәріне тарап, осылай жетіп алып отырған. Ол біздің міндетіміз. Соған мысалы көлікте босандырып алатындай барлық техника сай болды ма? Қауіпсіздік жағда. Әлеуметтік желілердегі видеолардан байқап жатамыз. Мысалы жедел жәрдем көліктерінің ескілігі туралы видеолар көп. Одан кейін дер кезінде бір келмейді деп жатқан сындар да айтылады ғой. Енді ол бұрын солай болған шығар кезінде. Но енді бізде қазір осы облыс болғалы ондай проблема жоқ. Шақыртуға болады. Пандемия кезінде енді задержка болды. И мысалы кешке бізде кешкі сағат 5 пен түнгі сағат 12-1-дің арасында задержка болады. Болады, бір сағат күтіп қалып айғайлап шығатындар бар. Қайықта жүрсіңдер депші. Бірақ енді біз қазір категория бойынша жұмыс істейміз. Бірінші категория ол
10 минутқа дейін баруымыз керек. Бессознание болады, электротравма болады, ДТП болады, неше түрлі случайлар болады. Мысалы, маған берді, мысалы, 3-ші, 4-ші категорияның вызовын берсе, жарайды, температураға, или шауырып атқан біреуге кетіп баратсам, ана бізге диспетчерлерге 1-ші категорияның вызовы түссе, сразу алып тастайды да, мен соған жібереді. Көп айтады, ой, үлгермейді. Жоқ, біз үлгеруге тырысамыз, үлгердік те, үлгермей қалған кезіміз болмады. Көбіне. Ал енді сол жедел жәрдем көлігі қаншалықты заманға сай? Қазіргі заманға сай талапқа. Бағасы 40 миллиондық деп бізге айтты. Біз ол машиналар былтыр келді. Оның алдында да тоже жақсы машиналар болған. Перзентханаға барған кезде дұрыс қарамайды, немесе ақша бермесең назар салмайды деген пікірлер де айтылады ғой. Енді негатив. Өзіңіз не айтасыз? Негатив көп жерде болады. Көп негатив, иә. Иә, бірақ енді мен өз басымнан ондай болмапты. Мысалы болады, еңселі жігіттер болады ғой, 30-40-қа келген болмайтын бір температураға шақырады да. Ал барсаң, ол сенен жақсы біледі да, жаңа бүкіл аптекада дәрінің бәрін біледі, мысалы да. Бір күн жарайды, бір-ақ күн ауырып шақыратындар. Мен түсінемін да, 14 жасқа дейін балаларға біз температураға барсақ болады. Ал одан жоғары уже самостоятельно түсіреді. Өйткені жаңағы 5 жасқа дейінгі, 1 жасқа дейінгі балалар болып бізде жаңа категорияға бөлінеді. Түсінемін, фебрильный судорога дейді. Судорога беріп кетуі мүмкін да температурадан. Ал оны біз барып жаңа алғашқы көмек көрсетіп, температурасын түсіріп, дәрісін жазып кетеміз да. Үлкен жаңағы еңселі жігіттер шақырады, кешігіп барсаң, өзіне әңгіме айтады, ренжиді, сосын айтады, ой, жедел жәрдем кешігіп келді. Бітті, бұлар осындай деп. Но енді біз мейлі кешіксе де, бізді жек көрсе де, біз алғашқы көмек көрсетеміз ғой. Неліктен осы жұмысты таңдадыңыз? Мен 2015 жылы мектеп бітірдім. Алматы қалалық медицина колледжіне түстім. Таңдауымның себебі, анам 7-8 жыл ракпен ауырды, онкологиямен. Бауырдан басталды, метастаз беріп өкпеге кетті, одан сүйекке кетті, ай сайын химиялар, уже көрдім да мен бәрін. Түсінемін да. Укол салып бастадым, енді мен қасында қарағаннан кейін. Укол система бәрін салатын. Мамамыз 25 жыл ауруханада аспаз болып істеді, бас аспаз болып. Кішкентай кезде сол больницада өстік та. Скорыйда талай жүрдік, больницаның ішінде жүрдік. Сол бір түрткі болған шығар. Медицина колледжіне түсіп, 2018 жылы бітірдім. Бітіргеннен кейін 1 жыл жүрдім. Грузчик болдым, мойкада істедім. Сол грузчик болып жүріп, жаңағы бір қалада жұмыссыздықта отыратынбыз сол жерде. Енді жұмыс жоқ. Сағатына 500 теңгеге жұмыс істейтінбіз. Бір жігіттің айтқаннан кейін әлі күнге есіме түседі. Сен дипломың бар ма сенде дейді. Я бар ғой десем, қандай дейді, медикпін ғой десем. Істеп жүрсің бұл жерде дейді. Барып істесей жұмыс, кірсей бір жерге дейді. Больницаға сол жаққа кірсей деп. Танысы дедік. Одан таппадық. Сонымен басқа жұмысқа кіріп кеттім. Таныспен кіре ме жұмысқа? Жоқ, енді ойладым да, қай жаққа кірем, может, ауылға кірем ба, мына жаққа кірем ба деген сияқты. Сонымен басқа жұмыс істеп жүрдім, ол жерде карай дейтін жігіт болатын. Сол айтады, менің әпкем бар, мен содан сұрап көрейінші, қай жерде орын бар, ол біледі, жедел жәрдемде істейді деп. Іле ауданында. Іле ауданы Бұрындай, жаңа поселок Бұрындай дейміз ғой, Бұрындай ауылында. Бірақ ол жерде районный больница болды. Сол районный больницадан только сол райондық аны обслуживать ететін болдық та. Біз 2-ақ машина, әлі толық облысқа өтпегенбіз, біз жаңа больницаға тәуелді скорыйда ол. Облысқа қарамайды. Облыс құрылады, жаңадан ашылады, соған фельдшерлер жинап жатыр деді. Бардық. 2 ай стажировкада жүрдім. Сол стажировка аттестациядан, бірінші аттестациядан 1 айдан кейін өте алмай қалдым. Енді 1 жыл жаңа қара жұмысты ұмытып қалғанбыз ғой, оқығанның бәрін. 2-ші айда тоже дайындалып, аттестациядан өтіп, содан бері істеп жатырмын. Тамақ ішіп отырып, мен гречкаға қалдым деп шақыратын ба. Болмаса үйіне шақырады жаңа. Батарейка, пульттің батарейкасын ауыстырып берші деп шақырады. Ондайлар да бар ма? Ондайлар да болады енді. Сондайларға қарап енді таң қаламыз, енді біз руководствоға айтамыз, осындай болды. Бұл енді ложный вызов қой, шынында келгенде. Сондайлар көп болды. Сосын уже роды басталды. 2019-да, 20-да, осы уақытқа дейін сол 7 үй болды. Ең есте қалғаны маған жүкті әйел 39-40 апта. Біздің санауымыз бойынша да. Ол кісі жаңа тауда мал бағады екен, фазендада. Жүкті екенін үйіндегілер білмейді. Ішін тартып байлап алады. Сонымен іші қатты ауырғаннан кейін таудан ауылға келіп түскен. Туысқандары жедел жәрдем шақырған. Үйіне барам.
былай бетімен жатып алған ғой диванға бүйтіп ше. Мен тексеруім керек, мен давлениесін өлшеуім керек, не болып жатыр. Бірақ жүкті екенін айтты маған. Уже үйімдегілер білген. Мен жатады да, ол маған айғайлайды, керек емес деп. Сонымен оны уже біз заодно психологпыз біз ше. Сен психологиялық тұрғыдан кішкене айтамыз, алдаймыз, кеттік барайық болмайды. Біз жүкті әйелмен бір жасқа дейінгі баланы үйде никогда қалдырмаймыз. Біз больницаға жеткізуіміз керек. Сонымен алып шықтым, бірақ мен ода схватка болады деп мүлде ойлаған жоқпын да. Ол өйткені ішім ауырды деп маған айтқан да жоқ. Вообще жасырып отыр да, бәрін жасырып отыр, данныйына дейін жасырып отыр да. Сосын айтамын, соңғы еттеккіріңіз қашан? Біз жүктілікті есептеуіміз керек қой. Аяқта ісік бар ма, қалай болды, басың ауыра ма, қай жерің ауырады? Жоқ, айтпайды. Жолда кетіп баратады, схватка басталады. Аман есен босандырып алдық. Бала жылап шықты, кіндігін кесіп, жаңа алгоритм бойынша балаға берсем, керек емес маған бала дейді. Мен өзім қорқып қалдым да, берсем, как будто баланы лақтырып жіберетін сияқты. Ол кісі жас кісі ме? 30-40 арасында. Лақтырып жіберетін сияқты болып көрді. Бізде анадай болады, бала мен ананың өмірін уайымдап кетесің, ондай кезде еш нәрсеге қарамайсың. Аман есен болса екен деп. Біз роддомға жеткенше балаға қайта қарайсың да, демалып жатыр ма екен, қалай екен деп ше. Жоқ, керек емес дейді. Қорқып қалдық, роддомға жеткіздік. Даже баланы орайтын да еш нәрсесі жоқ. Біз өзімізде болады, жаңа родовой бекетте, бірақ бәріміз астына төсеп сөйткенбіз ғой. Сонымен қолдан келгенше баланы орап апарып жеткіздік. Жоқ, сол баланы қазір апасы қарап отыр. Біз болмағанда, может, жаңағы таудан түспегенде, может, туып бір жерге тастап кетер ме еді. Әкесін кім десек білмеймін дейді. Ол үйде ата-анасы болды ма? Иә, ата-анасы болды. Үлкен кісілер ғой. Ата-анасы болды. Апасы келді, айттық, біз осындай бала керек емес деп жатыр. Бірақ біз баланы бәрін аман есен, жаңағы перзентханаға жеткіздік. Апасы, оған керек емес болса, мен қараймын. Жаңағы әйелдің анасы. Оған керек болмаса, мен өзім қараймын деді. Сол қазір өзі қарап отыр. Барып, жағдайын біліп тұрасыз ғой баланы? Иә, шақырды, температураға бардым, бір-екі рет. Тісі шыққан кезде барғам, өсіп қалғам. Өзіңіз бір кіндік әкесі сияқтысыз ғой? Ау? Кіндік әкесі. Иә, мен өзім бір кіндік әкесі сияқтымын. Мен жаңа бірінші роды болды 2019 жылы. Сол кезде орыс әйел болатын. Тоже таңертең бізде пересменкада түседі да. Біз 7:45-те сменге дайын отыруымыз керек та. Жаңа дәрі бәрін толтырып, наркотигімізді алып, дайын отыруымыз керек. Тура сол кезде өсіп түседі. Олар звондаған кезде қалаға түсіп кеткен. Сосын қаланың скорый, олар біздікі емес деп район бүйтіп шатасып жатқан кезде бізге береді. Барамыз. Барсақ көшеде отыр ғой, бордюрда отыр. Сосын жүгіреді, бізге көріп, "Давай, кеттік" деп соны жолда босандырып алдық. Сол кезде айтады да, Дархан дегеннің атыңыздың жаңағы несін айтып беріңізші, мағынасын айтып беріңізші дейді. Мен ана кезде бірінші рет рол деп алып отырмын, өзім шатасып отырмын да. Ой, потом айтамын деймін да, короче, роддомға жетіп алайық. Сол күйі ұмытылып кетті, соны айтады, кейін сол таппай қойдым дейді да, бір мағынасын. Енді Александр қоя салдым атын дейді да. Негізі сіздің есіміңізді қойғысы келген ғой? Қойғысы келген да, бірақ енді орыс ұлты болғаннан кейін сол мағынасын примерно қараған ғой, қайсысы келеді деп. Балаға қарап ұстап тұрмын ғой, сен көретін күнің бар екен ғой деймін да. Шешең алып ана бір таудың басына тұрып кетсе не істейсің, керек емес деп бізге айтып отыр. Қайта көретін күнің бар екен ғой деп. Апасы да жүгіріп келді, сестрасы бар екен қасында. Мен өзім қараймын деп. Сонымен қазір аман есен өсіп жатыр. Әрине, если ешкім қарсылық жоқ болса, бәрі заңмен болса алатын едім. Асырап алатын едіңіз? Асырап алатын едім, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Өзім босандырып алғам. Ең бірінші мені көрген ғой. Иә, кіндік әкесі, әр нағыз әкесі. Бәрінің кіндігін өзім кестім, тек бір роды болған, оны жаңағы водительге естірдім да. Жақсы кісі болатын, қазір бізден шығып кетті, ол кісі басқа жақта істейді. Мен келсейінші, саған роды түседі, ол постоянно енді роды болса, мен келсейінші деп сөйтетін ғой. Жарайды деп, как раз түсіп қалыпты. Өзіңіз кіндік әкесі болыңыз деп. Жалпы өзіңізге жұмысыңыз қазір ұнайды ғой, иә? Мен енді өзімді басқа жұмысты елестете алмаймын да. 4-5 жыл оқып, осы бір сферадамыз. Етіміз үйреніп кетті. Анаңыз жайлы айтып беріңізші, енді анаңыздың арманын орындадыңыз ғой? Орындадым. Аллаға шүкір орындалды. Сол кісі барып түсірді, медколледжге түсіші. Басында ентадан төмен бала қалдым да, 83 бала қалдым да. Енді ол универге жетпейтін біліп тұрмын. Бірақ қалада жаңағы аграрлық универ бар ғой. Екеуінің ортасында таңдау болды да, қайсысын таңдайсың деп. Мал емдегенше лучше адам емдеймін да. Аграрлықтан неден бас тарттым да, сол медколледжге түстім. Аллаға шүкір жарым таптым сол жерден. Екеуміз бір группада оқыдық. Ол кісі де дәрігер, иә? Иә, тоже фельдшер ғой.
екеуміз бірге оқып, бірге бітіріп, үйлендік. Қазір ұлымыз бар, 2 жаста. 2020 жылы өтті, 3 жыл болып қалды. Сол карантин болып жатқан кез, химиотерапияға жарамай қалды да. Содан да бас тартқаннан кейін иммунитет түсіп кетті, аз кетті. Биопсия бәрінен уже отказать етті. Ауылда өзім қасында болдым сол күні. Азаннан бері адам білінеді. Иіс шығып, түрі бозарып, сондай болады. Қайтатын адамша. Сонымен обедте байқа қаламын да, бүйтіп сыртта машина жуып далада жүргем. Үйге кірсем, терезеге қарап жатыр екен, ойланып шығам. Ой, маман не болып қалды десем, жай ойланып жатқанмын дейді. Түрі суық болып кетті. Сразу білінді да мағанша. Сонымен бәрін жинадым. 3 ұл, 1 қызбыз да, ағайынды. Үшеуміз үйленгенбіз, қыз мектепте оқиды, 8-ші класста оқиды. Әкем бар, бәрін жинап, қоштасты, ризашылығын айтты. Енді анаң оны бөлек қой енді. Талай больницаға қаралып, бірге қасында жатып, енді қолдан келгенше барын істедік. Айналдырған ауру алмай қоймайды, ол тем более қатерлі ісік, бізде жоқ емі. Адамға байланысты. Содан бері мен үйленгеннен кейін ғой, мен үйлендім 2020 жылы шілде айында үйлендім, басында 6-сы күні. Мамам 27-сі күні қайтып кетті. Үлкен той болады деп карантин өзі кішкене бітіп жатқан кез, сол тойға кішкене разрешение беріп жатқан кез. Содан бері қалаға келдік, әйелім екеуміз квартираға шықтық. Ананы көрдік, мынаны көрдік, бері көрдік. Енді скорый бір зарплата жетпейді. Сосын қалалық 21-ші поликлиникаға кірдім, тоже ол жерде скорыйға совместно. Сол жақта да жұмыс жасаймын. Жетпейді деп қалдыңыз ғой. Сонда қанша жалақы? Жалақы, мысалы, сменге байланысты. Айына енді? Айына 250, 260. Екі жақта жұмыс істегенде осылай шыға ма? Жоқ, екінші, енді ставкамен ғой бізде. Мен қанша жерде жұмыс істесем де, менікі бірде 75 ставкадан аспау керек. Әкеңіз қайда тұрады қазір? Әкем ауылда тұрады. Сіздер қалада, Алматыда? Алматыда, Талғар ауданында, Еңбекші ауылында. Үй салған едіңіз, иә? Сол жерден былтыр үй салған. Сол үй енді өртеніп кетті ғой. Өртеніп кетті. Қашан, қалай болды? Кім бар еді? 26-сына, 27-сіне қараған түн мен сменде болғам. Өзім түнгі дежурствода болғам. Әйелім қонаққа кеткен. Мен 1:30-дарда көршіміз звондайды. Түнгі звонок деген енді тыныш емес та бір нәрсе. Сразу қараймын, көрші деп шығып тұрғаннан кейін бір нәрсе болып қалған шығар деп. Әлі есімде де сол кісі жауап тұрып айтып тұр да. Кіршаңыз өртеніп жатыр сіздің дейді. Үстіме су құйғандай болды ше. Сонша еңбек та, қанша еңбек. Қанша жыл салып едіңіз оны? Сол 1 жазда кірдік. Кредит төлеп жатырсыз ба? Қанша кредит? Сол біреуі бар. 5 миллион алғам, 2 жылға алғам, айына 260 төлеймін. Сол бір жұмысым соған кетеді, болмай кіреді. Бірақ ол үй жоқ дейсіз ғой енді, бірақ енді қазір жоқ та, соған кішкене нетесін. Соған бір ішің ашиды да енді. Тем более әйелінің артына келген бүкіл төсек орны бар. Дүние ең бастысы адам аман қалды. Адам аман, иә, главный үйде ешкім болмады. Сосын тоқтан кеткен. Замыкание бергенде автомат атпаған, автомат до конца істеп тұрған. Мен келгенше уже 101 өрт сөндірушілер келіп өшірген, бірақ еш нәрсе қалмады ішінде. Мүлде еш нәрсе қалмаған ғой. Сосын ойладым, қайта Аллаға шүкір бас аман. 5 миллион теңгеге салынған үй ма сонда? 5 миллион жетпеді ғой. Қазір материал бәрі қымбат. Ар жағынан 1-2 миллион қарыз алғандар бар. Оны да бөліп беріп жатырық та. Біраз мекемелерге көмек сұрап, хат жолдаған екенсіз, бірақ олар жауап бермеді деп айттыңыз ғой. Қайдан нақты көмек сұрадыңыз, жұмыс орныңыз? Сізге бір қолдау көрсетті ме? Бізде профсоюз келешек. Бақтияр Уәлиханович деген кісі. Сол кісі жан-жаққа шығып жатыр. Алматы облысының әкіміне хат жазған, министрлікке хат жазған. Ешқандай ответ келіп жатқан жоқ. Алматы облыстық жедел жәрдемнен де сұрадық, материалдық көмек. Бірақ болмайды деп айтты, материалдық көмек жоқ деп айтты. Тек мен коллегаларым, достарым, жақындарым, сол шамасы келгенше 100 теңге болсын жібереді, мысалы ше, Аллаға разы болсын, көмек болсын деп. Оларға рахмет көп-көп. Қазіргі жұмыс орныңыздан? Қазіргі жұмыс орнымнан. Көмек болған жоқ, иә? Сол. Жанашыр, жан болса, жас отбасы, халыққа қызмет етіп жүрген жедел жәрдем
бөлімнің фельдшері барша қазақ еліне көмек сұрайды, егер көмектесем дегендер болса. Сол. Отандық медицинаға қаншалықты көңіліңіз толады? Тұрғын ретінде, осы салада жүрген маман ретінде айтыңызшы. Рактың емі біздің елімізде жоқ дедіңіз. Енді келіп жатыр. Мысалы, қазір оқимыз ғой, бәрін жан-жақтан қарастырамыз. Енді келіп жатыр дейді, но вряд ли ол қазіргіше. Енді бір 20-30 жылда бір дамып, емі шықпаса енді қазір енді. Шетелде бар ма? Шетелде көп қой, енді Кореяда бар мысалы. Ең жақсы Израиль бар мысалы, көп. Мысалы, Кореяда ракты емдейді дедіңіз. Қазақстанда ол әлі жоқ. Оған техника жоқ, мүмкіндік жоқ. Мамандар бізде болу керек. Маман жоқ. Мысалы, мамандар нақты не керек елімізге? Оқиды, жан-жаққа кетеді ғой бәрі. Аз ғой бізде шынымен. Дәрігерлерді көп бағаламайды. Ол шындықта. Өзіміз көзбен көріп жүрген бәрі. Мысалы, сіз екі жерде жұмыс істеп жүрсіз, дұрыс па? Қалады, мысалы, қазір государственный орындарда көп аз төлейді, мысалы, жетпейді, бәрінде кредит қазір. Бәрінің жағдайы төмен, қымбат шығып, өзіңіз де білесіз ғой. Частныйға кетеді, частный көп төлейді. Ол бонус алады шығар ол жақтан, мысалы, операцияға, мысалы, әртүрлі ғой, енді көп төленеді врачтарға. Сол үшін кетеді шығар. Ал енді біз жедел жәрдем, бұл өзімізбен ғана, біз өзіміз врач, өзіміз фельдшер, өзіміз медбрат, сол жұмыс істеп, өзіміз акушер, қолдан келгенше жұмыс істейміз. Енді үйреніп қалған жұмыс кім кеткісі келеді? Қанымыз қалсын кеткен. Не керек енді біздің елімізге осы медицинаны дамыту үшін нақты? Сол техникалар ма, білікті маман ба, әлде сіздерді оқытуға жіберу керек па? Білікті мамандар керек деп ойлаймын, енді дәрігерлер жағынан ғой, көбіне. Мысалы, бізде де бар, станцияда дәрігерлер бар, врачтар бар, тоже бірге жүреміз. Енді медицинаны 100% білетін адам бар деп айтпаймын, мысалы да. Мен білмейтін нәрсені басқасы біледі, оны білмейтін мен білемін. Білім да, оқу керек, іздену керек, бәрін жан-жақтан қарастыру керек. Енді болашақта, мысалы, бір шетелге білім қуалап барып келу ойда бар ма? Шетелге болмаса да, енді алла бұйыртса, кішкене кредит бітсін деп жүргем, үй полный бітсе деп, жоғарғы оқу орнына түссем деп ойлап жүрмін. Бірақ енді ойда бар. Бәрі айтады, гинеколог болса дейді. Гинеколог болғым келмейді. Неге гинеколог болғыңыз келмейді? Сіз енді 7 баланы аман алып қалғансыз ғой. Бойынша да ол менің нем емес та, бізге кірмейді ғой енді. Бірақ маманның қолынан әйел адам болса, мен әйел адам болсам, сразу ойламай баратын едім да. Бірақ ер адам болғаннан кішкене ыңғайсыз ғой. Бірақ травматолог болғым келеді. Ұлым бар қазір. Көп балалы болу, жақсы бір отбасы, жақсы әке, бір үлгі болып, аман есен өсіріп, сол үлгілі әке болып, өзім ойлаймын, ұлым сол дәрігер қылсам ба деп арманда енді. Біз енді жете алмадық қой, біз енді әлі бар ғой, жаспыз ғой әлі. Бірақ енді өзім бір нейрохирургия жағынан ба берсем ба деген бол болған. Кішкентайынан соған баулып ша. Және халыққа қызмет ету дейсіз ба? Халыққа, иә, әрине. Қанша жыл болды. Өзім ойлаймын да, осы үшін келген сияқтымыз, бір жедел жәрдем үшін ше. Мен де істеп көргем. Алматы облыстық жаңағы клиника бар, көп салалы клиника дейміз ғой. Сол жерде травматологияда да істедім. Тоже 0,5 ставкамен былай. Ол кезде бірақ мына поликлиникада істемедім да. Сол кезде істеп жүрдім. Бірақ стационар бізге болмайды екен. Медбрат болып істедім да. Бір шет скорыйда, бір шет медбрат болып істедім. Бір келмейді екен бізге вообще. Біз әбден скорыйға үйреніп қалғанбыз, ана бір ненің ішінде айналып жүру. Ауасы тар болды ма, кішкене істеп болмады, сонымен шығып кетіп қайтадан сол скорыйда. Солай жүрміз да. Алдағы уақытта осы саладасыз ғой? Алла бұйыртса, иә, осы саладамыз. Жақсы, рахмет сізге Дархан мырза. Енді сізге халық көмек көрсетіп, баспаналы болуды тілейміз. Айтқаныңыз келсін.